бүкіл әлеуметтік желі шулап жатыр десе де болады. Назым Табылдиева деген қыз жөнінде. Өзім нақтылы Азаттық радиосын тыңдадым ғой деймін. Оған 2 айып тағылып жатыр. Прокуратураны қараладым деп. Екіншісі, билікке айтқан сөзі орыстандыру саясаты жүргізіліп жатыр деген. Прокуратура туралы айтайын деп отырмын бірінші. Сіздер негізінен, енді Назарбаевтың, біз бүкіл Қазақстан негізінен Назарбаевтың жүйесінен шыққан адамдармыз. Ішінде сіздерде. Оның бірнеше жыл бұрын мемлекеттік қызметкерлерге айтқан сөзі естеріңізде ме? Менің есімде. Әркіміңді қолынан ұстап апара аламын деген. Сөз сондай мағынада өрбіді. Коррупция, әркім орындарыңды сатып алдыңдар деген. Енді өзімнің өмірімде прокуратураға қатысты. Прокуратура барлық салаларды қамтиды ғой. Мен екеуін ғана айтып кетем. Мінеки тілдік. Абдиханов бізге облыстық прокурор келгенде Керекудің, осыдан 4 жыл бұрын ба білмеймін, қабылдауында болғанда кезекші прокурордың кабинетінде барлық құжаттар, барлық ақпарат болды, тек қана орыс тілінде, қазақ тілінде біреуде жоқ. 9 айдан кейін қайтадан келдім. Өйткені қол астындағы адамдар былай айтады: сізге ешкім міндетті емес қазақ тілінде қызмет көрсетуге. Енді Абдиханов соны білмейді деп ойламаймын. Бастықтар қалай, қол астындағы адамдар солай айтады. Сонда келгенімде, неге солай айтпайды олар? Өйткені жаңағы кезекші прокурордың кабинетінде барлығы тек қана орыс тілінде әлі тұрды. Әйтеуір ұзын сөздің қысқасы, заңдылықты қадағалайтын прокуратура функциясы. Ол өзі заңды белшесінен басып отыр. Заңда жазылып тұр: Қазақстан Республикасының территориясында міндетті қазақшада қызмет көрсетуге, орысшада. Сөзбен былай жазылып тұр: барлық ақпаратты тұтынушыға міндетті қазақша жеткізуге, сосын орысша. Енді басқаша болу мүмкін де емес, өйткені мемлекеттік тіл қазақ тілі. Онда мемлекеттік тіл орыс тілі болар еді. Не екі тіл. Сосын қаңтарға қатысты барлығын біз Керекуде наразылыққа шықтық. Сол ескі жүйеден кетпей біз отырмыз әлі. Қайда сіздің Тоқаев мырза, енді жаңа Қазақстан, әділдікті біз көп саладан көрмей жатырмыз әлі деген сондай наразылықпен шықтық қой. Әркім өзінің қыжылынан шықтық. Қыжылымен шықтық. Барлық жастарды шыққан полиция 15 суткеге қамады. Ол аздай бір митингқа 2 жаза көкалақ қойдай сабады. Енді прокурорлар, сіздердің қатыстықтарыңыз жоқ па? Сондықтан жалпы мен прокуратураның айтып тұрмын, ол қылмыстықта жүйені қадағалау керексіздер, тағы да енді функцияларыңыз сізде заңдылықты қадағалау, иә? Сонда сіздер осы барлық салада, барлық өмірде сүттен ақ судан таза деп отырсыздар ма? Сондықтан Назым Табылдиеваны барлықтарыңыз енді қосылып 3-4 прокурор анда соттай салудың алдында сіздер өздеріңіздің ар-намыстарыңыз как адам ретінде ойлаңыздар. Соған рұқсат бере ме, жоқ па? Сіздердің моральдық құқыларыңыз бар ма, жоқ па? Ол кісі ешкімді қолынан ұстап берген жоқ. Мінекей осы прокурор солай деп. Ешкімді солай айта алмайды. Мен де ешкімді. Ешкім қолдарынан ұстап көрген жоқ. Бәрі сондайсыңдар деп. Тағы да ешкім айта алмайды. Біреуді айтса, менің басымда қалушы еді сол. Сондықтан ойланыңыздар. Сіздердің қолдарыңызда билік, сіздер прокурорсыздар, ал ана қыз, мінекей шырылдап, шындықты айтып жүрген қыз.
сондай жағдайлар орын бар ғой. Әйтеуір осы біздің жүйеде. Әлі өзгере қоймаған жүйеде. Көп нәрседе. Сондықтан қолдарыңызды тартыңыздар. Қашан сүттен ақ судан таза боласыздар, сонда сіздің моральдық құқыларыңыз болады. Прокурорлар, прокурор мырзалар соттауға, сондай қызды шырылдатуға. Екінші, орыс тілі жөнінде. Орыс тілді Қазақстанда мен тұрып жатқаныма мінекей соңғы 33 жыл. Және де орыс тілі қалай айтайын, үстемдік құрып жатыр жылдан жылға. Енді кімнің орыстандыру саясаты жүріп жатыр. Соның ішінде мен өмір сүріп жатырмын. Орыстандыру саясатының ішінде өмір сүріп жатырмын. Соңғы уақытта мүлдем қарқын алып жатқан, бой бермей. Дәлел, 90-шы жылдарда шалапыла сөйлейтін мен және менің сіңілім қазақша. Дүкенге барып, бір-бірімізбен орысша сөйлеуге арланатынбыз. Сатушыдан сұраймыз орысша, бірақ та бір-бірімізге көрсетеміз ымдап. Қазақша сөзіміз жетпейтіндіктен ымдап көрсетеміз, далаға шығып өзіміз өзімізге күлеміз. Қазақи намысымыз жібермейтін. Орысша сөйлеуге орыстардың алдында өзіміздің тіліміз ештеңеміз жоқ сияқты. Енді қазір Керекуде, барлық солтүстік өңірлерде, Алматыда қалыс қалмаған шығар. Астана енді солтүстік өңір ғой, бәрі жарты Қазақстанда. Қоғам түгелдей орыс тілді болып кетті. Біз ешқайда қызметті көре алмаймыз. Мен мінекей күні кеше Қаскелең қаласында мені 3 сағат тостырды қазақша бланкқа. Өйткені мен орысша бланкқа қойға бас тарттым, қол қойға бас тарттым. Не үшін бізде қазақ тілі мемлекеттік тіл? Не үшін біз Қазақстан Республикасында тұрамыз? Мінекей 33 жылдығында қазақша бланк. Соны мен айттым, Керекуден алыңдар. Керекуде бар. Өйткені менің жүкіммен сол жасалған. Бірақ та олар солай істеді. Келемеш деді ме әдейі, солай болды. Енді мектептер мүмкін сол 90-шы жылы ашылған шығар, білмеймін, бір қазақ мектебі болған дейді, Риддерде. Соның өзі жабылған. Мынау орыстандыру саясаты емес пе? Біздің Керекуде орыс мектептері 8 есе көп қазақ мектептерінен. Көз бояушылыққа араласты деп қойған. 20-30, ары кетсе 50-60 бала, 1000-1500 ішінде. Тәрбие толығымен орыс тілінде, қарым қатынастар қазақ мектептерінің өзінде. Үзіліске шыққанда орысша, қазақ бақшаларынан келеді үйіне балалар. Орысша сөйлейді, орысша қарым қатынаста. Орыстандыру саясаты емес пе? Мемлекеттік тілді Қазақстан Республикасының территориясында талап ететін адамдар мемлекеттік тілде сөйлеу қылмыс емес деген. Мінекей Қуат Ахметов қудаланды, шетелге қашуға мәжбүр болды. Мемлекеттік қызметкерлерден мемлекеттік тілді талап еткен үшін Диас Құзайыров қылмыстық іс үстіне ашылды. Үйін келіп тінтті. Но не деген масқара, не деген сұмдық, не деген енді сіздерді, билікті өзін күлкі қылатын, таба қылатын сондай жағдайлар. Мынау Қазақстанды орыстандыру саясаты емес пе? Сіздер, Тоқаев мырза, енді жауапты бірінші сіз қой осы мемлекетке. Б корпусын әлі күнге шейін мемлекеттік тілді білу міндетті емес деп, оларға қазір міндетті емес мемлекеттік тілді үйрену деп, солай естуімше, білуімше солай қойыпсыздар. Бұл дегенің біздің салық төлеушілердің 70%-дан астам мемлекет құрушы
ұлт қазақ ұлтының қалтасынан мемлекеттік қызметкерлер енді асыранып отырған. Шынтуайтқа келгенде біздің тілге түкірді деген түкіре береді деген мина қойылып отырған сияқты. Әрмен қарай қылмыстық, административтік, әйтеуір Қазақстанда қазақ тілін талап етуге болмайды деген, қазір біз сондай орыс тілі Қазақстанда өмір сүріп жатырмыз. Соған неке дәлел жаңа келтірдім. Енді сіз өзіңіз мемлекет басшысы ретінде сіздің қолдауыңызға мына Қазақстан Республикасының мемлекеттік басшысы ретінде мұқтаж ба еді орыс тілі? Орыс тілді ұйым аштыңыз, қол қойдыңыз, халықаралық ұйымды. Сіздің қандай моральдық құқыңыз соған бар еді, президент мырза? Мен сізге сондай сұрақ қойып отырмын. Сіз өзіңіздің мемлекетіңізде қазіргі де-факто болып тұрған қазақ тілін, екінші сорт болып тұрған қазақ тілін, өзінің мемлекеттік тұғырына бүкіл унитарлық басқа мемлекеттегідей деңгейде қойсаңыз, сонда мен ойлап тұрмын, сіздің моральдық құқыңыз болушы еді. Қазір қандай моральдық құқыңыз бар? Сіз не сіздің қол астыңыздағылар кедергі жасап отыр мемлекеттік тіл заңын қабылдатуға? Қалай бұлай? Бүкіл унитарлық мемлекеттерде сол заң бар. Бізде кедергі жасап отырған өздеріңіздерсіз. Қалай солай болып жатыр? Жауап беріңізші. Бұл орыс тілді Мазақстан, ол қазақ тіліне тежеу, ол орыстандыру саясаты емес пе? Бүкіл қоғамда ешқайда, жаңа айтып өттім, Қаскелең оңтүстікте мен бантта алмадым. Барлық жерде тілдегі қазақ мемлекеттік тілдегі қызметті айғай-шумен ғана аласың. Айғай-шуды тудыратын қарсы жақ. Олардың сөздері: русский никто не отменял. Разуй глаза. Перед тобой русская стоит. Почему ты со мной говоришь на казахском языке? Мінеки, сол енді тұрақтылыққа әкеле ме елді? Құдай өз сақтасын. Ертең бір көрші бізге басып кірсе, елді қорғайтын азаматтар не қорғайтын азаматтарға, қорғамайтын азаматтарға қарсы шығатын екіге бөлінеді ғой. Өйткені қоғам екі тілді болып жатыр. Енді аксиома айтып өтсем, қайталап атсам, кешіңіздер, бүкіл дүние жүзінде тарихпен дәлелденген екі тілді мықты және мықты емес тілді бірге қойса, мықты емес тіл міндетті түрде жеңіледі. Сондықтан бізде орыстандыру саясаты жүргізіліп жатқаны шындық. Сондықтан сіз жаңа Қазақстан құрамыз десеңіз, президент мырза, осыны барлығын терең ойлап, шынымен де құрыңыз, әділ жаңа Қазақстанды, өз мемлекетінің тілінде өмір сүретін әділ Қазақстанды құрыңыз. Шындықты айтқан жастардан қол астыңыздағы жандай шаптарыңыз қолын тартсын, оған бұйрық беріңіз. Сонда біз көріп бастаймыз, Тоқаев мырза, президентіміз біздің жаңа Қазақстанды сөзбен емес, фактпен құрып жатыр деп. Сол президент мырза айтпағым.